Ереке, дәл қазір MyFit'ің алдындамыз. Көрермендерге түсінікті болу үшін. Бұл қай локация? Қайда орналасқан? Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Нұртас Мөлтек ауданы, Патеев көшесі 19-шы үйдеміз. Міне, зәулім ғимаратымыз 4 қабаттан тұрады. 2500 шаршы метр. Жалпы аумағы. Жалпы аумағы. Қанша көлікке автотұрақ бар? Автотұрақ қазір көріп тұрғандарыңыздай алды бар, оң жағы бар, құрылысымыздың арт жағы бар, алдыңғы тұсы бар, барлығына 100-ден астам автокөлік сыяды. Ешқандай қиналмайды. Қиналмаймыз. Автокөлік жағынан қиналмаймыз иншалла. Жақсы. Дәл қазір құрылыстың қай этабы жүріп жатыр? Құрылыста қазір финиш деп айтсақ болады. Финишный прямаядамыз. Иншалла 17-сіне ашылу ниетіндеміз. Техникалық. Одан кейін майда шетелерін жасай береміз ғой. Кеттік, олай болса көрейік. Бисмилля. Ереке, қай залдан бастаймыз? Кіреберіс, ресепшн. Жақсы. Иә. Бізде бұл жерде не бар? Мұнда бізде ресепшніміз. Көріп отқандарыңыздай қазір құрылыстың соңғы этаптары. Финиш деп айттым жаңағыда. Мұнда күту залы, администрация, локерларымыз и жоғарыға шығатын уже лифт залдарымыз көрсек болады. Бізде әйелдер залы бөлек, ерлер залы бөлек. Бір-бірімен көрмейді, олар. Қалай бөлінеді кірген кезде? Қазіргі таңда бізде осы... Бір сұрақ, ортақ ресепшн болады ғой бізде? Иә, ресепшн әзірге ортақ болады. Әзірге ортақ болады. Иә, болашақта бөлу ниеттеміз. Бірақ әзірге ортақ. Осы мәселені енді біз әйелдердің өз залына шығу процесін жазып, регламент жасап, олар ер кісілермен қақтықыспайтын, соқтықыспайтын сондай бір мәмілеге келген жайымыз бар. Ер кісілер жаңа баспалдақпен түссе, әйел кісілер лифтпен көтеріледі жоғарыға. Яғни бір-бірімен байланыспайды. Иә. Халал фитнес-центрде басты назарға алынатын концепция қандай болды негізі? Қандай қиындықтар болды? Ол бірінші нәрсе ерлер мен әйелдердің бөлек болуы, олардың залдарының, олардың бүкіл дүниесінің барлығы бөлек болуы. Таныстырып өтсек, душевой кабиналарымыз, әжетханаларымыз, арнайы дәрет алатын орын, фин моншасы, жаңағы ер кісілерге массаж, пилинг деген секілді бөлек кабинет қарастырылған. Және де байқағандарыңыздай мынау есік, бұл есік ерлер күні ашық болады, әйелдер күні бұл есік тарс жабылады ғой. Ешкім өте алмайтын. Иә, иншалла. Мінекейлеріңіз біздің құрылысымыздың жүрегі, бассейніміз. Қазбек, бұл премиум класстағы фитнес-клубтардың бір стандарты бойынша бассейн болу өте маңызды. Сол себепті бассейніміз қазір 3 жолақты. Техникалық жаңағы нелері характеристикалары 23 метр, биіктігі 1,6-дан 1,8-ге дейін. Мына сатылары, перилалары бәрі орнатылған. Бұл зона бізде өте жаңағыдай ықтиярлықпен есептелініп жасалды. Негізі олимпийский стандарт бойынша 25 метр болу керек. Оны келесі құрылысымызда, келесі бассейнде қарастыратын боламыз. Себебі мынау құрылысымыздың өзінің техникалық мүмкіндігі сол 23 метрге жетті, соны жасай білдік. Басқа қандай өзгеріс болады бұл жерде? Бұл жерде бізде мына жақта хамамымыз бар. Хамамымыз. Ерлер, әйелдер күндері барлығы тура солай бөлінеді. Бір күнмен. Өзгеріс, мына жақта лежактар болады. Жатып, бассейннен кейін кішкене дем алатын. Солай. 24 сағат доступ. Судың тазаруы, иә, барлығы автоматически болады. Барлығы фильтрлар, барлығы орнатылған, ауысып тұрады. Ереке, бұл тарифтерге байланысты бөлінген ба бізде? Иә, ер кісілерде мұнда VIP залымыз бар, VIP кабинкамыз. 8 адамға арналған. Тек 8 адамда бола ма? Иә, тек қана 8 адам болады. 8 адамның өзінің жаңағы шкафтары, өзінің душы, өзінің туалеті, және де демалыс орны болады. Шай ішетін, кино қарайтын, кішкене демалатын деген секілді. Арнайы автотұрақ кіреберіс маңында. Ол кісілерге бөлек болады? Иә, кішігірім автотұрақ, бірнеше көлікке жарайтын. Одан бөлек чекап
бірнеше рет болады ол кісілерде. Бір айлық персональная тренировка деген секілді. Оның ішінде енді менеджерлер түсіндіреді келіп. Жақсы. Ал бізде мына зона? Бұл зона ерлердің киім ауыстыратын орны. Негізі байқасаңыз көп жерлерде енді ерлер залы бөлек, киім ауыстыратыны бөлек болады, бірақ бір нәрсе көп залдарда, почти барлық залда жоқ. Ол ерлердің жеке киінетін орны. Иә, бізде ол қарастырылады, себебі әурет мәселесі біз үшін өте маңызды. Шариғат заңдылықтарына сәйкес. Ол ерлер болсын, ол әйелдер болсын, ол өте маңызды, сол себепті ол да қарастырылып өтеді. Қазір мұнда шкафтардың барлығы тұр, бірақ әлі толыққанды орналастырылмаған өз орындарына. Сол орналастырылған уақытта араларында киім ауыстыратын орындарды белгілеп көрсетіп кететін боламыз. Одан бөлек бұл залда бізде жаңағы киім жуатын орын болады. Бізде енді шашып береміз, басқа береміз деген секілді солардың жуатын орны, және тренерлардың, тренерлардың киім ауыстыратын, өздерінің демалатын, сөйлесетін орнын қарастырып кетеміз. Жақсы, керемет, өте жақсы. Ереке, бірінші қабат таныстырайық. Бірінші қабат, бисмилла. Айтып өткенде лифт әйел кісілерге қолданылатын. Мұнда әйел кісілердің жаңағы баспалдағы. Бұл бассейнге қарай барады, Мынау сайкл бөлме. Сайкл деген велосипед қой. Групповой занятиялардың өтетін бөлмесі. Ары қарай. Бұл жақтың құрал-жабдықтары келмеген ба? Жоқ, келіп қойған, енді орналасса. Бұл дәліз, мұнда медперсоналдың кабинеті болады. Мұнда тоже финишный прямая болып отыр. Осында бөлініп жаңағы балалардың киім ауыстыратын орны, олар бөлінетін болады. Мұнда директордың кабинеті. Бұл балалар болғанда кішкентай балалар ма бұл жерде? Бізде бассейнде балаларға арналған жаңағы группалық занятиялар болады. Соларға байланысты балаларға орындарды жабдықтаймыз. Оның барлығы енді кидс зона деп айтсақ та болады екен былай. Жоқ, кидс зона бөлек ол. Ол балалардың ойнайтын бөлмесі бөлек, а бұл жасөспірімдер мен балалардың киім ауыстыратын орны. Тинейджер. Керемет. Кеттік. Бізде қазір 17-сіне ашылу жоспарлап жатсыздар. Техникалық ашылу. Техникалық ашылу. Ол кезде көп нәрсе қолжетімді бола ма, әлде қалай болады жалпы? 17-сіне дейін біз мына сайкл бөлмені бітіріп қоямыз, ол уақытқа дейін. Басты дүниенің барлығы 17-сіне дайын болады. Керемет. Ал бізде былай қарай? Қосымша. Бұнда бізде бірінші қабаттың демалыс орны дейді, реструм. Қазақшада туалет дейтін. Әжетханасы. Мұнда бізде сату бөлімі. Сату бөлімінің ең бірінші құрылысымыздың біткен нүктесі осы сату бөлімі болды. Қазір қыздарымыз абонементтерді түсіндіріп жатыр. Керемет. Тағы бір дүниені көрсете салайын. Мына жерде бізде бұл не? Бұл енді эксклюзивіміз ғой біздің. Бұл дүние қазір еш жерде жоқ. Бұл чекап, Техноджим компаниясының чекапы. Адамның мына қарасаңыз, міне қараңыз, денеңіздің, қалай қимыл әрекетіңіздің, равновесие ұстауыңыздың, даже ақылыңызға дейін бұл жерде чекап өтсеңіз болады. Бұл сонда бізге не береді? Бұл сізге толыққанды сіз туралы информация береді. Жаңағы денеңізде қанша май бар, қанша не бар. Міне қараңыз, скорость работы мозга, внимание, память. Бәрін тест өтсеңіз болады. Одан бөлек бізде қазір Техноджим компаниясының мынау несі бар? Приложениесі. Приложение қазақшасы қалай болады? Бағдарламасы. Сол арқылы міне қараңыз. Мына жерде QR-ды өтесіз. Әр қайсысына жеке өзінің кабинеттері бар. Дәл өзі. Каждый адамның. Соған байланысты мына жерден чекап өтесіз, мынау менікі ба? Чекап өтесіз, чекапқа байланысты сізге өзіңізге персональный тренировканың несін жасырып. Жақсы, сіздің бір аналитикаңыз көрейікші қазір. Мысалға мен денені өтіп қойдым жаңа. Денені мен өзім 28-ден 29 жасар деп шығарып беріп тұр. Енді бізде кішкене тестовый өттік. Егер де аныққанды өтсек, возможно, басқаша өзгеру мүмкін. Болмаса мен мынау подвижностьті өттім. Жаңа мына жер тар болды да.
қолдарымды денелерімді аша алмадым, сол себепті 33 жас деп шығарып тұр менде. Бұл медперсоналдың жанында бола ма, бұл қай жақта болады? Бұл осы бірінші этажда орналасады, отдел продажда емес, басқа бөлімде. Қазір осы жер таза болғандықтан бұл қызмет ақылы или тегін? Бізден премиум алған кісілердің барлығына тегін болады. Премиум алған кісілердің бәріне тегін. Бұл қанша уақытта бір көріп тұру керек сонда? Негізі енді сіздің тренировка жасауыңызға байланысты, денеңізге қаншалықты қарайсыз, соған байланысты негізі өтіп тұру керек. Иә, қорытындылай келген кезде 1 ай, 2 ай, 3 ай қорытындыласақ, осы жерден анализ аламыз. Одан кейін жаттықтырушы оны қарайды және соған байланысты жаттығу бағдарламаларын ұсынады. Техножим компаниясының өзі енді бұл әлемдік бренд қой. Бұл мысалға мына жерде қараңыз, қанша датчик тұр. Осы датчиктер арқылы, мына жердегі дүниелер арқылы сіздің денеңізге байланысты сіздің физикалық, моральды, ментальды состояниеңіздің бәрін анықтап береді. Керемет аппарат. Бұл бізде жаңағы эксклюзивті болғаннан кейін басқада жоқ қой, бұл түсінгенім бойынша. Басқа жерде жоқ бұл. Шымкентке келдіңіз, осыны өттіңіз. Шүкір. Бұл бөлік бізде қандай бөлік? Бұл жерде балалар ойын алаңы. Жаңа Kidston деген өш жер ғой. Kidston деген өш жер. Мына сайкл, жаңағы велосипедтердің осында болады, құрал-жабдықтар. Мұнда бізде Марокко кофейнясы. Марокко кофейнясы. Өзінің дәретханасы, өзінің залы, мұнда бізде асханасы 17-сіне ашылуға дайындалып жатыр. Сол себепті бізбен бірге Марокко кофейнясы ашылады. Иншалла, дәмді кофе, дәмді тағамдар. Тренировкадан кейін ет жеу керек қой, белок. Жақсы, бұл жер қанша адамға арналған? Толық информация айта алмаймын, не владею. Бірақ енді толыққанды Марокко кофейнясын білесіздер ғой. Бізде екінші қабат ерлер залы. Міне. Ерлер залы енді өте үлкен. Мұнда бізде бар болады. Өз әжетханасы, тренерский, техножим жаңаға құрылғылары. Жалпы қанша адамға арналған бір уақытта немесе жалпы қанша алаймен сату жоспарда бар? Жалпы бізге есептеп берген, енді мамандардың есептеп беруі бойынша 2400 адамға арналған. Бізде бұл бірінші құрылыстың көлемі, екінші құрылыс бітсе, енді жанынан тағы да екінші жоспарлануда. Екінші қабат толығымен ерлер залы. Толығымен ерлер залы. Бұл жақтара барлығы техножим құрал-жабдықтармен жабдықталған. Барлығы техножим. Бізде мұнда енді төрде кішкене бос орын тұр. Ол жерде техникалық ашылуға дейін кроссфит зона келеді. Ол бөлек орнатылады ол жерде. Жаңаға турник, брусья, тағы да многофункциональная рама дейді. Одан бөлек мұны көріп тұрғандарыңыздай, мына жақ кардиозонамыз, жүгіру, велосипед деген секілді. Өте қатты бір маңызды сұрақ бар. Енді маркетолог болғаннан кейін де анализ жасап жатырмыз, қарап жатырмыз. Залда музыка бола ма? Енді өте көп осы сұрақ келіп жатыр. Өйткені діни сенімі бар адамдардың маңызды бір бас сұрақтардың бірі. Өзіңізді байқап отқан шығарсыз, таныстарыңыз айтып отқан шығар. Енді бізге толық халал форматты жасауға тырысып жатырмыз. Барынша мынау таяу шығыс бар, араб мемлекеттер бар, ол жақтарда қандай бір дүние, қандай бір шешімдер пайдаланып жатыр. Мысалға, бұл музыка деген дүниені өте тонкий моменттер бар да. Мысалға, екеуміз қазір сөйлесіп тұрмыз, әлі залда ешкім жаттығып жатқан жоқ, бірақ посторонний дыбыстардың барлығы естіліп жатыр. Сол себепті мүмкіндігінше біз енді колонкаларды орнаттық, ол тек қана музыка емес, ол жерде басқа да дүниелер шығады. Мысалға жаңаға кейбір хабарландырулар болуы мүмкін, басқалар болуы мүмкін. Одан бөлек енді фоновый музыка қою деген мәселені ойланып жатырмыз, бірақ оның өзі шешімін таппаған сұрақ па? Негізі шешімін табылған, музыка болмайды деген. Музыка болмайды мүлдем деген. Бірақ енді фоновый бір дауыстар болуы мүмкін. Ол жаңаға природаның дауысы болуы мүмкін, басқа. Бұл ана ушудың алдын алу үшін ғана жасалатын нәрсе ғой. Мысалға жаңағыдай ғой, құстардың дауысы деген секілді ғой. Мысалы бағана сайкл зоналар бар ғой, групповой занятие деп жатырмыз ғой. Оларда қалай болады? Оларда ол жақта мысалы міндетті адамдардың бәрі үйреніп қалған. Ол жақта енді сол топтық жаттығулардың кезінде
топтық жаттығуға қатысатын адамдармен ақылдасылады ол мәселе. Бірақ енді келушілермен бізден бір абонемент алып жатқан кісілермен ақылдасып, ол кісілердің де ойын толыққанды біліп жатырмыз. Барлығы музыка болмаса, бірақ топтық жаттығуларда енді определенный бір шешімдерді бірге отырып талқылайық деп жатыр. Енді біздің бұл құрылыстың барлығын халал деген ниетпен жүргізіп, осының барлығын ашып жатқан Бақыт ағамыз толыққанды айта кетеді бұл музыка жөнінде. Негізі осы. Бұнда намазханамыз тұр жанымызда. Ерлерге де, әйелдерге де намазхана қарастырылған. Намаз оқу орны, дәрет алу орны, ол міндетті түрде. Жағдай жасалған. Тамаша. Жалпы құрал-жабдықтардың артықшылықтары басқа, мына залда да негізі ерлер залы ма? Ол жақта да ерлер залы, ол жақта да көрсетеміз. Енді бұл техноджим құрылғыларында жаттығу жасап жүрген адамдар бұның қаншалықты керемет екенін біледі. Одан бөлек бізде соңғы модельдері. Мысалға, бұл модельдерді заказ енді тапсырыс арқылы ғана береміз. Қателеспесем, тамыз айында тапсырыс берілді. Тамыз айынан кейін осы жақында бір ай алдын келді. Өзіміз Бақыт ағамыз бар, Бауыржан ағамыз бар, бұл жерде енді бауырлар болып істеліп жатқан жұмыс. Барлығымыз осында терезелерді ашып түсіріп алдық. Енді біздің көрермендер, біздің абонемент алушы, біздің клубта резиденттердің барлығы біледі. Қалай процестің жүргенін, оны трансляцияда жасадық. Қонақтарымыз танысып жатыр екен. Машалла. Аға, танысып жатсыз ба? Қалай екен жалпы? Бірінші кездегі сезіміңізді бөліссеңіз? Камераға түсіңіз келмей жатыр ма? Ағамыз ялып жатыр. Достар, осы жерде бір айта кететін нәрсе. Бағана дейін байқап жатырмын. Қонақтар ағылып көріп жатыр. Экскурсия жасауға мүмкіндік бар ғой дәл қазіргі уақытта. Келіңіздер. Бізде менеджерларымыз таңертеңнен кешке дейін, нақтырақ айтсақ, таңғы сағат 9-дан түнгі сағат 12-ге дейін осы жерде. Өзіміз де осы жерде болып жатырмыз. Толыққанды таныстырады. Барлық зоналарды көрсетеді, не болып жатыр, қалай болып жатыр. Мұның барлығы енді бізде ауыр салмақты құрылғылар. Мұна бір дүниені таныстырып кетсем болады, негізі. Бұл тоже жаңағы көп функционалды үлкен бір құрылғымыз. Қарасаңыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 зона бар. 9 адам бір уақытта 9 адам бір уақытта бұл жерде жаттығуларын жасай алады. Енді бұл соңғы модель. Түстері де кішкене өзгеше болады. Мына сары түс, мына сары түсті көрсеңіздер, бұл түс техноджимда соңғы модельде ғана бар. Бұған дейінгілерінде кішкене сарының басқа оттенкісі. Одан бөлек бұл тура осы құрылғы енді бізге техноджимді официалды алып келген кісілер Қазақстанда 2 ғана деді. Қалғандарында бәлки жартысы бар, бәлки бір бөлігі болуы мүмкін, бәлки бізде толыққанды осы толық функционалды бұл құрылғыны тек қана бізде бар. Керемет. Шымкент қаласындағы тұрғындар үшін ең керемет құрал-жабдықтар дәл қазір MyFitте. Қапы қалмаңыздар. Сол себепті бізде сыйымдылық өте үлкен да. Түсіндіре алдым ба? Түсінікті. Одан кейін мұнда бізде енді мұнан барлығы силовой зонамыз, гирлар, гантельдер. Түсінікті. Дәл қазір енді осы құрал-жабдықтардың барлығына жаттықтырушылар да көбірек керек болады ғой. Олардың білім деңгейі, олардың кәсіби болуы қаншалықты маңызды және қандай критериймен қабылдап жатсыздар жұмысқа? Бірінші критерий ол бізбен көзқарасы тура болу керек. Ол жаңағы бұл діни сенім жағынан ба, әлде қай жағынан? Діни сенімі, денсаулыққа деген көзқарасы, жаңағы салауатты өмір салты, одан кейін адалдық деген мәселе бар. Себебі ол өте енді менің де өзімнің жеке дара көзқарасым, Бақыт ағаның да көзқарасы осы адалдық деген мәселемен біз жұмыс істесіп келе жатқан адамдармыз. Сол себепті адалдыққа бірінші неде қараймыз. Себебі бізге келушілердің де олардың денсаулығына адал адам керек та бізге. Түсіндіре алдым ба? Барлық концепцияны адал ұғымында жасап жатсыздар. Дәл өз. Команданы жинау болсын, жұмыс процестері болсын. Барлығы ашық, барлығы бір-біріне сенім мәселесінде.
керемет. Мына жақта түсіндіріп өтейін. Міне бізде галтерлер, гирлар, мынау бізде силовая рамамыз толық. Қарасаңыздар, барлығы Техножим компаниясының өте сапалы өнімдері. Мына бетте бізде есік, бұл есіктің арғы тұсында бізде әлі келіп жеткен жоқ, бірақ иншалла техникалық ашылуға дейін ол құрылғылар келеді. Мұнда бізде ринг болады, есік кішкене жабық тұр екен. Мұнда ринг болады, үлкен ринг. Және де қазіргі заманның талабы, қалай дейді, ережесіз. Ережесіз жекпе-жек. Ережесіз жекпе-жек, күрес түрлері 8 бұрыш. октагон болады. Октагон болады. Беттен ұру қалай болады екен? Беттен ұру қалай болады екен? Енді бұл өмірде айтады ғой, күреске әрдайым дайын болу керек. Күреске әрдайым дайын болу керек. Сол себепті мұсылман адам мықты болу керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Әлсіз мұсылманнан мықты мұсылман артығырақ деген. Сіздер толығымен құрал жабдықтардың барлығын қазіргі заманауи сай үлгіге жасап жатсыздар. Барынша тырысып жатсыздар. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, тырысып жатырмыз. Қолымыздан келгенше әрекет жасап жатырмыз. Енді қалған нәтиже Аллахтан. Басқарушы жаңа серіктес ретінде компанияның алдағы дамуы қалай болады? Қазіргі уақытта өздеріңіздің ойларыңыздағы абонемент сатып үлгердіңіздер ме? Техникалық ашылуға байланысты дайындықтарыңыз қалай? Жалпы осы алдағы болашақтағы жоспарлар. Бізде енді бұл формат, халал форматы өте ауыр формат. Бұл формат бойынша көп кәсіпкерлер жүре алмайды. Себебі бұл форматты бірінші кезекте сабыр керек, үлкен сабыр керек. Себебі бір ер кісілерге ғана емес, әйел кісілерге, то есть бір оборудованиені біз екі тарапқа да аламыз. Сол себепті шығын жағынан өте үлкен шығын. Мысалға жаңа айтқандай бассейнді біз біреуін аштық, ертең екіншісін де қосамыз деген ниеттеміз. Сол секілді бұл форматта шығын екі есе болады. Сол себепті бұл форматты қазір біз дайындап бір жүзеге асырғаннан кейін бұны көбейтеміз деген ойдамыз. Сіздер, менің ойымша, смета жасаған уақытта бұның бір окупаемость дейміз ғой. Ол жағын есептеген жоқ сияқтысыздар, барынша осы бір ниетті жүзеге асыру болған сияқты ойларыңыз. Енді кәсіп жасағанда бірінші кезекте бір есептер болады ғой, бірақ ол есептер басқа тренажерный осы фитнес-клубтарға қарағанда бізде өте ұзақ болады. Оған біз барлығымыз кірістік, сабыр еттік, оған көндік, енді шыдаймыз деген ниеттеміз. Иншалла бұл дүние мұсылман бауырларымыздың бірден бір үлкен мәселесін шешеді. Мен осыдан 4-5 жыл бұрын осы қари бауырымыз бар, Әділет деген. Әділет бауырымыз Турцияда оқып келді. Сол кезде ол жігіттің маған айтқан бір дүниесі бар. Ереке, мен қазір енді Шымкентке келдім. Біз екеуміз бір мынау Қажымұқан Мұңайтпасоватындағы стадион жанында не бар ғой бізде? Бассейн. Бассейнге барып, бассейннің басшылығына ерлерге бір күн, әйелдерге бір күн деген бір ұсынысты жасап көрейік. Болмаса ерлерге, әйелдерге бөлек-бөлек бір сағаттар ұйымдастырып көрейік деді. Біз енді шығып көрдік, әрекетін жасадық, бірақ Аллах ол дүниеден бір бізді тоқтатты. Жолымыз болмады, бір сөзбен айтқанда. Біз ол шешімді жасай алмадық. Бірақ енді уақыт өтті, мен де сабыр еттім. Қазір міне Бақыт ағамызбен бірігіп осындай бір жобаны жасап жатырмыз. Себебі ер кісілер де, әйел кісілер де жүзуді білу керек. Өйткені ол да сүннет амал деген секілді. Оны әурет мәселесінде өте қиын болып жатыр да. Мысалға қазір жаңа ғана өзіңіз де көрдіңіз, бірнеше кісіге, намазхан кісілерге көрсеттік, клубта экскурсия жасаттық. Сол кезде ол кісілердің де бассейнге бара алмаймыз дейді да. Көп жерге бассейнге бара алмаймыз. Ең үлкен мәселенің бірі. Тренажерный залдың өзіне кіру қиындау, себебі әйел кісілер қазір енді әуреттері ашық болады, басқа болады, кішкене көз. Жалпы осы жерде түсінікті ғой, осы мұсылман қауымға ғана біз енді арнап жатқан жоқпыз ғой, бұл жалпы қауымға арналған. Бірақ бір қызығы, мұсылман осы аудиториясы қалай қабылдады? Өзіңіз бір осыны жарнама жасаған уақытта, алғашқы бір таныстырылым өткен уақытта қандай бір реакция болды? Негізі бұл әлемдік стандарт қой, әлемдік стандарт, білім алып жатқан адамдар
ол енді өзіңіз де көріп жатсыз, мынау біздегі қазақ түрік лицейларында алып көріңіз, қыздар бөлек, балдар бөлек болған кезде білімнің нәтижесі қандай болып жатыр. Тура сол секілді қазір ағаларымыз, бауырларымыз ерлер мен ер балдар мен қыз балдардың бөлек-бөлек балабақшасын ашып жатыр. Ол жердегі нәтижелерді көріп жатырмыз. Тура сол секілді мына бір дүниеде біз денсаулық сақтау, денсаулықты нығайту, оны дамыту деген сияқты бір дүниеде ерлер мен әйелдерді бөліп көрейік. Осы жерде бір жақсы нәтиже. Яғни бұл сенім мәселесі бір бөлек, сенімнен бөлек. Мысалға бізге осы күні кеше 2-3 күн алдын орыс ұлтының азаматтары да келіп кетті. Өздерінен де сұрадық. Сенімі ислам емес, бізбен сенім мәселесінде ортақ ештеңеміз жоқ. Бірақ ол кісілер айтып жатыр да, әйел кісілер болған кезде әйел кісілер үшін тренировать етесің, өзің үшін емес дейді да. Ниетің басқа. Ниет өзгеріп кетеді дейді. Сәл енді әзілдеп айтып жатыр да, сәл дұрыс емес мәселелер болып қалуы мүмкін. Сол себепті ол жағында қарастыру керек. Ол жағында қарастыру. Түсінікті Ереке. Бұл Қазақстандағы алғашқы жалғыз халал формат па? Бұл уақытқа дейін енді бұндай форматтардың әрқайсысы болды. Әйел кісілерге бөлек форматтар бар. Мысалға феминистік ұйымдар бар, енді өзіңіз де білесіз ба? Әртүрлі ұйымдардың жасап жатқан дүниелері бар, әйел кісілерге бөлек. Бірақ біздікіндей формат алғашқы деп ойлаймын. Басқаларын көрген жоқпын. Әлі бұл уақытқа дейін басқаларын көрген жоқпын. Мен тағы да бір айта кетерлік жайт, Алматыда осы жақында бір ағамыздың өте жақсы таныс ағамыздың бір кофеханасын көрдік. Халал форматта, ер кісілерге мүлдем достық жоқ, тек қана әйел кісілер отыратын. Нәтижесі өте керемет. Жұмыс өте жақсы жүріп жатыр. Сол себепті бұл формат бізде дами түседі. Ешқандай бұл бір зайырлы қоғамның белгісі сияқты, бұл кейбір кісілер ойлануы мүмкін, радикалды бірдеңе деп. Бірақ ешқандай ондай нәрсе көріп тұрған жоқпын бұл дүниеден. Тек қана тазалық, мидың тазалығы, ойдың тазалығы, дененің тазалығы. Қандай да бір негативтер болды ма сіздерге? Осыны ашқан кезде немесе таныстырылым болған кезде? Бұл уақытқа дейін әлі негатив көрген жоқпыз. Тек қана позитив пікірлер. Әлі жұмысты әлі толыққан бастаған жоқпыз, бірақ сатылым басталып кеткен ғой уже. Біз көңілге қонымды бір сатылым жүріп жатыр қазір, алхамдулилля. Сол себепті осы процесте әлі ешқандай бір кісілерден негатив көрген жоқпыз. Қайта қолдау көп. Қолдау өте көп. Керемет. Келіп жаңағы орамалдағысы болсын, орамалдағы емес болсын, әйел кісілер келіп, біз үшін осындай бір қауіпсіз орта құрып жатқандарыңыз үшін рахмет деп жатқан кісілер өте көп. Демек, дер кезінде ашылған фитнес орталық деп айта аламыз. Одан кейін тағы бір айтатын зат, ер кісілер де тура осы нәрсе айтып жатыр. Біз үшін бір қауіпсіз орта. Неге себебі енді нәпсімен күрес қиын ғой. Әйел кісілер көп болған жерде адамдардың көзі тайып атады, сөзі тайып атады, басқа жерлері. Енді сол мәселені шешуге тырысып жатырмық. Керемет екен. Сымбат ханым, жалпы фитнес саласында қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Қанша жастан бастап спортпен айналысасыз? Фитнес саласында жүргеніме шамамен 7 жылдай болды. Бірақ спорт саласында жүргеніме бір 9 жасымнан, негізі спорттамын, 9 жасымнан. Ата-анаңыздың ықпалы болды ма, әлде өзіңіз ба? Қалай қызықтыңыз? Негізі өзім өте қатты қызығатын. Бірақ фитнеске сол босанғаннан кейін келдім, өз-өзіммен жұмыс жасап, сосын қызығушылық танытып, осы фитнесте біріншіде тренер болдым, топтық тренері болдым, сосын жеке тренері болдым, және де супервайзер болып жұмыс жасадым. Көбірек қай жерде жұмыс істедіңіз? Негізінде, Шымкент қаласында, спорт-класс деген клубында шамамен 6,5 жылдай жұмыс жасадым. Керемет, біраз тәжірибеңіз бар екен. Сосын Инвиктуста шамамен тоже бір жарты жылда жұмыс жасадым. MyFit командасына келгелі қанша уақыт өтті? Және сіз келгеннен кейін қандай да бір жұмыстар жасадыңыз, атқардыңыз? MyFit жобасына келгеніме 5-6 айда болып қалды. Қазіргі таңда команданың барлығын басқарушы ретінде өзіңіз жинап жатсыз ба? Басқарушы ретінде өзіміз жинап жатырмыз. Толық жаттықтырушы құрамды, толық жаттықтырушы, отдел продаж,
ресепшн және көптеген қызметкерлеріміз болады, солардың барлығын өзіміз таңдап жатырмыз. Айтып өтіңізші, осы жерде халал фитнес болғаннан кейін әйелдер бөлек, ерлер бөлек кадр проблемасы болып жатыр ма? Әлде жеңіл шешіліп жатыр ма бұл мәселе? Жоқ, негізінде кадр проблемасы болып жатқан жоқ. Көбіне әсіресе осы әйелдер кеңістігіне қызығушылық танып жатқан тренерлер өте көп. Көбіне мысалға бір қызық айтып берейін. Бір әйел тренер бар, оның өзінің мысалы тұрмысқа шықты, бірақ ол өзі өте қатты қызығады. Бірақ орамал таққаннан кейін енді басқа залдарда жұмыс жасатуға мысалға жұбайы қарсы болды. Осы кезде оған бұл үлкен мүмкіншілік болды. Бұл зал оған үлкен мүмкіншілік болып, иншалла осы залда жұмыс жасайтын болады. Қазір кезде олардың барлығы келіссөздер жүріп жатыр. Біз техникалық ашылу кезеңінде барлық жаттықтырып көре аламыз ба? Әрине. Жақсы. Самат ханым, біз қазір 3-ші қабатқа көтерілдік. Бұл қабат толықтай әйелдерге арналған. Құрылтайшы Бақыт мырзаның айтуы бойынша біз ерлерге қарағанда 70% әйелдер аудиториясына көбірек көңіл бөлдік деді. Айтып өтіңіз, не бар, қандай артықшылығымыз бар, жалпы таныстырып өтсеңіз? Таныстырып өтсек, негізінде айтып өтетін жайт, көбіне біздің негізі Шымкентте басқа да залдар бар. Әйелдерге арналған. Бұл жабдықтардың барлығын негізі өзім таңдадым деп айтсам да болады. Өйткені өзім енді фитнес саласында өте көп жүргеннен кейін мен біріншіден ойлаймын, маған қандай жабдықтар керек. Мысалы, әйел адамдар енді новичок болып келген кезде оларға қиын болмас үшін, оларға ыңғайлы болу үшін сондай базовый тренажерларды негізі таңдаған болатынбыз. Техноджимге тоқтағанымыз негізі бұл мировой бренд болады. Итальяндық бренд. Итальяндық бренд болып келеді. Сериясы, последний серияларды тоже алып келдік. Және де бізде чекап техноджим деген болады, ол біздің Шымкент қаласында жоқ. Бізде алғаш рет болады, құда қаласа. Және де бұл жерде мысалы басқа залдармен салыстырған кезде, әсіресе әйел адамдарға көбіне кішкене ғана тренажерларды қойып қояды. И білмеймін неге екен, бірақ көп әйелдер әшейін азғысы келеді. Оларға мысалы 1-2 кардио тренажер, 1-2 базовый тренажер керек деп ойлайды да. Бірақ өзім енді 7 жылдай осы жаттықтырушы болып жұмыс жасағаннан кейін, адамның денесімен жұмыс жасағаннан кейін, әйел адамдардың денесі ол мүлдем өзгеше. Оларға прям, знаете, андай индивидуальный подход керек. Особенно босанғаннан кейін қалпына келу дегеніміз ол өте үлкен процесс. Сондықтан осы жабдықтардың барлығы әйел адамдарға жаттығу жасау үшін өте ыңғайлы болып келеді. Негізі кім осы фитнес залдарға барып жүрген адамдардың барлығы уже техноджим десе, негізі барлығы түсінеді, что это реально деңгейі жоғары фитнес зал екеніне көздері жетеді. Техноджим құрал жабдықтарының ең үлкен артықшылығы не болды сонда бізде? Артықшылығы качество, удобство и кез келген адам мысалы тренировка жасамағанның өзінде келіп бұл жерде барлығы түсінікті болып келеді. Даже өздеріңіз қарасаңыз, бұдан травма алу несі аз ғой, былай айтқан кезде. Аз. Көрдім, мына жерде мысалы бізде құда қаласа бұл жерде тренерлердің барлығы болады, барлығын көрсетіп, әр әйел адамға үйрететін болады. Бірақ мысалға кейбір әйелдер болады, енді интроверт деп айтамыз ғой, өздері тренировка жасаған жақсы көреді. Бұл жерде көптеген подсказкалар өте көп. Просто сиденияны көтереді, тренажерді өзіне ыңғайына сай қояды да, спокойно тренировка жасай беруге болады. Жақсы, керемет. Жақсы. Бұл құрал жабдықтар әйелдерге де, ерлерге де бөлек бола ма, әлде бұл ортақ құрал жабдықтар ма? Негізінде ортақ құрал жабдықтар. Бірақ кейбір мысалға жабдықтарды біз тек әйел адамдарға алдық. Ол мысалы айтқым келгені, бұл енді функциональная зона деп аталады. Бұл функциональная зона негізі Қазақстан бойынша біздің клубта екінші осы зона. Қазақстан. Бұның атауы функционалдық зона. Функционалдық зона. Бұл жерде неше түрлі тренировкалар. Бұл көбірек әйелдерге арналған ба сонда? Жоқ.
Аха, ортақ. Ортақ. Бұл негізі ортақ, бірақ осы әйелдер заслужили деймін. Жақсы. Бұл құрал жабдықтың қандай артықшылығы бар? Неге бұған біз кеңірек тоқталуымыз керек? Бұл жерде негізінде мысалы бұл кроссовер. Бұл жерде өте көп функционалды жаттығуларды жасауға болады. Бұл жерде де суретте көрсетілгендей, дененің барлығы... Бұл әмбебап десек болады ма? Сонда универсал, иә? Иә, универсал. Функциональная универсальная зона. Бұл жерде дененің барлығын жаттықтыруға болады. Түсінікті. Бұл жерде енді ол нәрселерді әлі шығарған жоқпыз, бірақ отдельно өзінің нелері болады, оборудованиясы, соны жалғап жұмыс жасауға болады. Бұл әлі толыққан дайын күйі емес. Толыққанды дайын емес. Жақсы. Бұл залда басқа қандай ерекшеліктер бар? Тренажерный залда енді кардио зонаның барлығы бізде последняя серия болып келеді, соңғы серия. Беговая дорожка, эллипсоид. Ол жерде тоже телефонды қосса болады. Әйел адамдар жүгіріп, немесе жүріп жаттыққан кезде қалаған мысалы сериал, передача болса, соларды көріп жаттыға алады. Өте ыңғайлы. Өйткені мысалы көп адам жаттығуға ерінеді. Сол нәрсені киномен жүгіруді қосып қойсаңызшы. Сол нәрсені мысалы просто так телевизорге қарап сериал көру емес, с пользой сериал көруге болады. Бұл сонда сенсоры бар, функционалдық жағынан тиімді құрал жабдықтардың бірі, түсінігім бойынша, иә? Жақсы, керемет. Бізде келесі қандай зона бар? Келесі бізде топтық бағдарламалар зонасы. Бір нәрсе айта кетейік, бұл жаққа ер адамдар мүлде кірмейді. Жоқ, бұл жерге ер адамдар мүлдем кірмейді. Бұл зонаға тек әйелдер кіреді, лифт арқылы. Лифт арқылы көтеріледі. Мына жақпен тек еркек адамдар екінші этажға дейін көтеріле алады. Баспалдақпен? Иә. Жақсы. Олай болса, келесі зонаға бұл бізде топтық бағдарламалар зонасы. Бұл зонада бізде қандай қызметтер бар? Топтық бағдарламалар өткізіледі. Антигравити, йога, растяжка, силовые классы, зумба деген сабақтар өткізіледі. Құдай қаласа, енді көбіне бізде босанғаннан кейін көптеген әйелдер келеді, жазылып жатыр. Оларға арналған әйелдердің денсаулығы арттыратын. Сөзіңіз аузыңызда, осы жерде маған бір қызық нәрсе айтты. Бізде арнайы бір кидс зона болады деді. Әйелдер өздерінің балаларын арнайы бала күтушіге ойын алаңына тастап кете алады. Осы жайлы толығырақ айтып кетсеңіз. Бізде бірінші этажда кидс зона болады. Мысалға қазіргі таңда көбіне әйел адамдар тренажерный залға немесе өз демалуға уақыттары жоқ та. Сондықтан біздің бастапқы мақсатымыз әйел адамдар, олар ана, олар әйел, келін, но также ол в первую очередь өзі тұлға. Жеке тұлға. Жеке тұлға. Ол тұлға болғаннан кейін, ол өзінің, енді біздің денеміз ол аманат болғаннан кейін, біз өзіміздің денемізге де қарау керекпіз. Сондықтан бізде бірінші этажда кидс зона деген болады. Ол жерге балдарыңызды қалдырып, осы әйелдер залына көтеріліп, өздеріңізге уақыт бөлсеңіздер болады. Керемет. Бұл шешім басқа орталықтарда бар ма? Орталықтарда бар. Орталықтарда бар. Қазіргі... Мен өзім бірінші естідім, кішкене таң қалдым. Қазіргі таңда бұл, наверное, актуалды тема деп айтсақ болады. Өйткені қазір балдарды бір жаққа апарудың өзі, айтады ғой, самый ценный ресурс это время. Оның барлығы уақытта, бұл жерде барлығын сол кидс зона, әйелдерге арналған кофейня, спа зона, соның барлығын бір жерде қосып, осы жерде бере аламыз да, сол услугалардың барлығын. Әрі жаттығады, әрі тынығады, әрі сауықтыру орталығы десек те болады. Сауықтыру орталығы. Бізде былай қарай қандай зоналар бар? Былай қарай бізде спа зона. Мына жерде әйелдерге арналған киім ауыстыру бөлмесі. Тағы бұл киім ауыстыру бөлмесінің үлкен бір артықшылығының бірі бөлек киім ауыстыратын аймағы болады. Негізінде шариғат бойынша әйелге, еркек бір-біріне әуреті жерлерін көрсетпеу керек. Сол заңдылықтарды сақтап, бөлек арнайы аймақ жасалған екен. Қарастырылған. Басқа қандай қызметтер бар?
және де бұл жерде душевые кабины и финская сауна. Финская сауна. Жақсы Сымбат ханым, тағы қандай қызмет үлгілері бар бұл жақта? Бұл жерде бізде спа зона болып келеді. Косметология залы, массаж, пилинг, өте көптеген процедураларды құдай қаласа қосатын боламыз. Соңғы топовый процедуралар дейді ғой, соның барлығы біздің клубта болатын болады. Жалпы әйелдерге арналған жеке бір өздерінің бағдарламаларын дайындап жатырсыздар қазіргі уақытта. Иә. Көптеген косметологияға да арналған жабдықтардың барлығы соңғы сериядан болып келеді. Соның бірі біз Hydrofacial'ды айтып өтсек болады. Бұл дегеніміз? Бұл дегеніміз әйелдің бетіне арналған көптеген косметологический процедураларды, бір новейший процедура дейді ғой, солардың барлығын бір үлкен деңгейде жасалады. Жаңа бір технологиялық стандартқа сәйкес болады. Керемет. Енді қараңызшы, осы әйелдер аудиториясына байланысты бассейнге көп сұрақ түседі. Өйткені бассейн ерекшеленеді ғой. Бассейнде әйелдердің графигі қалай болады? Қалай қызмет көрсетесіздер? Бассейнде негізі бізде бір бассейн, бірақ оны күндерге бөліп қойғанбыз. Вторник, четверг, суббота күні әйел адамдарға, понедельник, среда, пятница, воскресенье ер адамдарға арналған расписание болады. Сол расписаниеге байланысты әйел ер адамдар келетін болады. Ол ер адамдар әйел адамдарды, әйел адамдар ер адамдарды ол күндері көрмейді. Тіпті камера бойынша да сіздер бір мәселені шешкенсіздер, иә? Жаңағы камераларда да тек қана әйел аудиториясын әйелдер ғана көреді деген сияқты. Иә. Жақсы.